Қазақстанда қазіргі уақытта 12 арнайы экономикалық аймақ және 23 индустриялық аймақ құрылған және жұмыс істеп тұр. Арнайы экономикалық аймақтар және индустриялық аймақтар үшін жеңілдіктер мен артықшылықтардың айырмашылығы бар екенін атап өткен маңызды. Арнайы экономикалық аймақ қатысушыларына салық және кеден жеңілдіктеріне ауқымды топтамасы ұсынылады. Арнайы экономикалық аймақ аумақтары бойынша барлығы 180 жоба іске қосылды. Олардың ішінде шетелдік қатысушылармен 46 жоба бар. Барлық арнайы экономикалық аймақ инфрақұрылымының құрылысына бюджет шығаранды 314 миллиард теңгені құрады. Бұл ретте тартылған инвестиция көлемі 910 миллиард теңгені құрады. Яғни арнайы экономикалық аймақ инфрақұрылымына салынған бір бюджет теңгесі 2,8 теңге жеке инвестиция тартуға жол берді.